Отбасы 2015 ұлттық байқауы мәресіне жетті. Бұл байқау бір жыл бойы еліміздің бірлігі мен берекесі жарасқан. Шаңырағы шаттыққа толы, бір-біріне жанашыр, еліне елеулі еңбек сіңіріп жүрген ең мерейлі отбасыларын анықтады. Біз оларға қарап қызығамыз, үлгі тұтамыз, мақтан етеміз. Бүгін мерейлі отбасылар біздің үйдің төрінде. Армысыздар, сіздермен бірге Әсел Акбарова. Әуелі мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздарымен таныс болыңыздар. Құлсариевтар отбасы, қошеметтеріңіз. Құтты болсын жеңісіңіз. Қандай сезімде болдыңыз? Лауреат деп, бас жүлде деп бізге бұйырған екен. Соны құттықтап жатыр. Сосын қалай біз жаман боламыз? Жақсы сезімдеміз. Отбасымызбен. Байқадым, көрермендер арасында өзімде болдым. Сіздің батаңызды, тілектеріңізді естідік. Жалпы осы әжемізбен бірге шаңырақ құрғалы қанша уақыт өтті? Мен қазір жасым 84-те, 18 жасымызда үйлендік, 65 жыл екеуміз бірге келіп жатырмыз. Бұл некен саяқ нәрсе. Некен саяқ. 12 бала біз тәрбиеледік, өсірдік, оның бәрі келіп отыр осы бүгін. Олардан өрбіген немелер келіп отыр. Олардан өрбіген шөбелер де бар, оның ар жағындағы. Енді 46 немере, 41 шөбереміз бар. 100-ге жетіп отыр. Құндыз апамыздан сұрасақ болады ма? Құндыз апа. Енді осы немере шөбере сүйіп отырсыз. Өзіңізде бала тәрбиеледіңіз. Осы тәрбиелеуде қандай салт дәстүрлерді ұстанасыз? Елбасына көп-көп рахмет айтамыз. Маңғыстаудан келіп, мынандай дәрежеге жеткеніме мен қуанып отырмын. Келмеген, баспаған жерге келгенде. Енді мен 12 бала болды, олардың бәрін оқыды, бәрі тұрмысқа шықты, шөбере, немере бәрін көріп жатырмыз. Біз кішкене жоқшылық уақытта үйленгенбіз, бірақ қазір мынандай заманды көрген жоқ едік. Мына заманды біз көріп қуанып отырмыз. Енді осы бала тәрбиелеуде қандай нәрселерге назар аударасыз көбінесе? Бәрді оқыды, білімін алды. Әрқайсысы әр шаңырақ. Мен өз алдыма бір шаңырақпын, басқасының бәрі бөлек-бөлек шаңырақ келем. Бір ерекшелігі бар. Біздің тұсымызда балдарымыз балабақшаға барған жоқ. Барлығы үйде оқып, үйде мектепке барып, алыс болсын, жақын болсын, ол үйде жаңа тасымал дейтін жоқ. Соны мен оқудым, бітірді. Ал қазіргі немелер басқаша. Бір-бірін жетектеп өсті десеңізші? Бір-бірінің киімін киіп өсті. Ол уақытта. Қазіргіде жаңа бала мен киімді кимеймін дейтін әңгіме жоқ. Ол уақытта қандай тап болады, бір-бірін киіп өсті. Ерекшелігі. Енді 12 бала деп отырмыз ғой, 9 жоғары білім алды. 3-еуі арнаулы орта. Бәрі де өнерпаз былай. Әкесіне тартқан болу керек ол жағы. Ал басқа жағында біздің саламыздың барлық сала бар. Геология саласының үздіктері бар. Ауған соғысынан қатысып, ардагерлер кеңесінің төрағасы балам отыр. Қолымызда құрылыс инженері Маңғыстау мұнай газының қызметкері отыр. Мынау Серік дейтін азамат немерем отыр, жоғары білімде. Мынау Ғалия дейтін қызым геологияның маманы үздік белгісі бар. Келіп отыр. Тағыдан жерде балдар бәрде әр саланың мамандары. Өзіңіз Орын ата, Батыс өңірінің тұңғыш дирижерсіз. Осы Қазақстан мәдениетіне толасыз еңбек сіңірген адамсыз. 77 жасыңызда студент атаныпсыз. Неліктен? Қандай саланы меңгермекші болдыңыз? Ол енді менен диплом сұраған ешкім жоқ, сен жоғары білімің жоқ деп. Бірақ өзім көптен армандайтынмын де. Себебі сол жоғары білімнің дәрежесі бірдей адамдай болып қызмет жасадым. Олармен бірге қызмет жасадым. Тәлім тәрбие алдым. Білмегенімізді үйрендік, білгенімізді үйреттік. Сол жоғары білім өзіме керек болғасын, ертең анаяққа барғанда да осы неге сөйттің немесін деп жоғары білім алып алдым. Атыраудағы мемлекеттік университеттің өз салам бойынша. Енді алғашқы дирижерде болсындар ғой, енді Маңғыстауда ең алғашқы таяқ ұстап оркестр шыққан өзіммін. Сондықтан енді айтып атқан шығар ақпараттар. Екінші облысына аға домбырашы деген сөп, Маңғыстаудағы барлық домбырашылар менің алдымнан өтті.
Сондықтан аға домбырашы дейді ғой, иә? Сондықтан маған 2000 жылы аға домбырашыдан атақ берді облыстың көлемінде. Ал енді мәдениет қызметкері дейтін құрметті атақты 67 жылы алғанмын. Елбасының 2 рет алғыс хатын алдым. 2 рет медалін және орденін алдым. Қошеметтер. Енді бұның барлығы енді біз сұрап алмаймыз бұларды. Бұны еңбекпен келді. Мен өзім еңбекті солай балдарым отыр, айтар кейбір жағдайлар мен оның бәрін айтпай қояйын. Балаларыңызға сөз берейік. Сіздің келіп мынандай жолыңызды қуды ма, өнерге жақын ба екен өздерінен сұрайық. Бұл енді мерекеде біздің мынау әке-шешеміз, яғни Құлсариевтар отбасы осындай дәрежеге жетіп отырғанына мен өте қуаныштымын. Енді бұл қуаныш, бұл жетістік біздің осы отырған анамыз бен әкеміздің жетістіктері деп білеміз. Ол себебі көп балалар дүниеге келіп, оларды білім беріп, еңбекке баулып, осындай жетістіктерге жетіп отыр. Өздері тынбай еңбектеніп. Енді біздің енді семьямызда көпшілігі қыз бала болды. Қыз балдарды бір семьяда тәрбиелеу деген ол өте маңызды деп білемін. Әкеміздің жолын қуып, өнер саласына кеткен жоқпын мен. Өзім үлкен ағам бар еді енді. Соның жолын қойын деп мен геология саласына кеттім. 40 жылдан бері Жаңаөзен қаласындағы сонда геология саласында қызмет жасап келатырмын. Отличник недр деген, заслуженный работник нефтяной промышленности деген атағымды берді. Бүгінгі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет, Ғалия ханым. Осындай азаматшыларды тәрбиелеген осы орын атамыз және Құндыз апамызға рахмет. Басқа отбасы мүшелерін сөйлетейік. Біз жеңеміз деп келген жоқпыз, қатысу міндет болғасын келдік. Қатысу міндет енді үміт болды ғой. Сенім болды ма? Бүгін енді... Сенімді болған жоқсыздар ғой сонда? Енді ол қазақ елінде, қазақ жерінде үлгілі отбасы көп қой. Көп балалы отбасы көп енді. Бүгін енді бәрі бір ауыздан қолдап бергенде, жаңа әкем айтып тұрады, көке дейміз ғой. 25.571 адам дауыс берді. Сау болсын, рахмет. Бірінші сол қолдаған адамдарға алғыс айтқым келеді. Жаңа көкем айтады, көзімнен жас шығып кетті ғой дейді. Бәріміз де сондай жағдайда болдық. Жаңағы бірінші рет конкурсқа қатысып отырмыз, мына отбасымен. Енді жаңағы бірінші орынға үлгеріп нетпеген отбасыларға болашақта жеңіс тілейміз, жұғысты болсын дейміз. Айтқаныңыз келсін. Жақсы тілектер, сөздер осы отбасы туралы хабардан айтылып жатыр. Естіп жатырмыз бәрінде. Көзімізбен көрдік бүгін. Біздер енді жаңа айтқандай, әке-шешем айтқандай, кішкене болса да жоқшылықты көріп өскен бір жағымыз бар. Оны жасырмаймыз. Бұл кісілердің қазір көз қарасымен қарасақ, үлкен кісілердің. Бұл қазір мынау дейтін заман, ең бұндай заманға жетеміз деп бұлар ойламаған. Мына заманды көріп, ұрпақтарына тәрбиесін айтып отырады. Өздерінің өткен замандарын. Себебі алға қарай үмітке, үміттенуге, сол болашақта кім болуына. Яғни былай бір сөзбен айтқанда, армандары орындалады деген сөз ғой. Бұл кісілердің армандары екі үлкен әжеміз болған. Сол кісілердің арманы, осы кісілер үлкен отбасы болса екен, болашақта деп жаңағыдай тілеген тілектері, сол кісілердің армандары орындалып жатыр бүгін. Енді нағыз тәрбие, былай тәрбие отбасыдан ғой енді. Бүгінгі күн ертең қайтып келмейді деген ұстаным бар. Сонымен біздерді тәрбиелеп, біз жас балдарымызды тәрбиелеп жатырмыз. Орын атамыз бен Құндыз апамыз осы ұлттық құндылықтарды нағыз ұстанатын енді атамыз бен әжеміз. Сізге берген тәрбиесіне тоқталсақ, ата әже ретінде? Немерелеріне үлкен үміті бар ғой енді. Сол енді айтатын сөзі, жаңа оқыңдар, сосын жұмыс жасаңдар, соның арқасында енді болашағыңыз ашық болады деп айтады. Мінекей, ең бастысы сол. Рахмет. Салтанат ханым, енді былтыр мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздары ата мен әже, немересі, шөбересін бәрін ертіп келіп сол жеңімпаз атанған. Енді биылда осы әжеміз, атамыз бүкіл отбасымен келіп, осы марапатқа ие болды.
Бұл негізі өзі жақсы не ғой? Не деймін енді? Үрдіс десек те болақ. Осы келер ұрпаққа жақсы үлгі өнеге, осындай өсіп өне берсін деген әңгіме ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл енді бүгінгі осы ұлттық байқау биыл 2-ші жылы өтіп жатыр ғой. Бүгін енді осы жеңіске жеткен, бүкіл Қазақстан бойы қаншама адам дауыс берген, үлкен бүрлі-шүбірлі отбасы, әулет деп айтуға болады. Міне Құлсариев Орын ағамыз мен Құндыз апамыз келіп отыр. Құтты болсын деп айтқым келеді. Бұл енді таңғалғанымыз, біз бұл кісілер сахнаға шыққан кезде айтылды ғой, 90-нан астам ұрпақ. Сол әулетте қазір 90-нан астам мүшелері бар екен. Соның қазір осы бүкіл мынау стөлдің басына 5-6 адам ғана сыйып отыр. Бұл кісілер шында да біздің қазақтың ұлтын мақтанатындай ұлт дәстүрлерді сақтап, дәстүрлі кәдімгі өзіміздің қазақтың отбасы осындай жетістікке жетіп жатқанына біз қуанып отырмыз. Мен риза отқаным сіздерге, сіздердің әр балаларыңыз 4-5 баладан дүниеге алып кепті. Әлі де жас қой, мүмкін сіздер сияқты 12 баладан алып келер. Әумин, сол күнге жетейік, рахмет. Сара ханым, енді өзіңізде Маңғыстау облысынан келіп отырсыз, жалпы байқауға қатысқан осы отбасылар қандай нәрселерге назар аударыңыздар көбінесе? Біздің Маңғыстау облысынан 28 отбасы қатысты байқауға. Енді ол отбасылардың бәрі әрине өте мейірімді, өте жақсы отбасылар, лайық. Дегенмен осы 28 отбасының ішінен біздер Құлсариев отбасын таңдап алдық. Өткені бұл отбасылар өзі айтқандай 100-ге жуық адамы бар, Құдай көпсінбесін. Орын ағаны мен өз басым бала кезімнен танимын. Апа екеуінің жанұясында әр салада мамандар бар. Жаңа өздері айтқандай. Орын ағамыз медаль, орден егер болса, Құндыз апамыз алтын алқа егері. 12 бала тәрбиелеу әрине оңай емес. Сондықтан өз балдарына да, басқа қазақстандық отбасыларына да үлгі болатындай отбасы. Жаңа енді студиямызға сыймайды деп отырмыз, соған өкінбей-ақ қояйық. Осы бүгін Астанаға осы марапатқа ие болған Құлсариевтер отбасының мүшелерін шақырайық. Келіңіздер ортаға. Мінекей, қошеметтеріңіз. Жеңістеріңіз құтты болсын. Мінекей. Енді әрқайсыңызға сөз бере алмаймыз, өкінішке қарай енді. Бірақ Құлсариевтер отбасы атынан әуде жіберіңіздер. Осындай мерейлі отбасылар көбейе берсін. Рахметтерге. Ал екінші отбасымызға көшейік, танысайық. Бұл жерде біздің екінші бөлмемізде көп балалы отбасы Қадыровтар әулеті. Алматы қаласы бойынша жеңімпаздар. Құттықтап қойыңыздар.
Үшемдердің ата-анасы Сара, Иманғали, Мұқағали. Қош келдіңіздер. Есімдері керемет екен. Осы белгілі тұлғаларға ұқсасын деген сондай ырымен қойдыңыздар ғой. Иә. Алматы қаласынан Астанаға келіп отырғанымыздың өзі үлкен бір мәртебе біздер үшін. Алматы қаласынан сәлеміміз бар алып келген. Жеңісті мынау үлкен аталарымыз алды ғой. Дайындыққа барған кезде біз осы аталарды көрген кезде мына отбасында барлығы куә. Осы кісілер алса екен деп тілегенбіз. Бұл кісілер тұрып басқа кісілер алғанында жараспайтын ма деп ойлаймын мен. Өте керемет болды, әділ болды деп ойлаймыз. Енді Орна атамыз бен Құндыз әжеміз сияқты осындай жасқа келген кезде сіздер де отырасыздар неге? Немере шөбере сүйіп та қаласа. Иә, сол кісілердің жасына жеткізіп, сол кісілердің өсіп өніп жатқан отбасы екенін көріп тұрып қызығып отырмыз. Алла бұйыртса, біздер сол кісілердің жасына жеткізсе екен. Негізі көп балалы отбасылар ауыл жақтан шығушы еді, негізі. Бірақ Алматының өзінен осындай отбасы болғаны керемет. Керемет дүние. Рахмет. Мұратбай мырза, отағасы, сізге сөз берсек. Құрметті көрермен қауым, бүгінгі жаңағы отбасы күнімен барлықтарыңыз шын жүректен құттықтаймын. Мерейлі отбасы болу енді сіздерге бір бақыт бұйырып тұр. Қандай сезімдесіз? Сонша отбасының арасынан оза шауып Астанаға жолдама алдық. Астанаға келгеннен кейін де бірнеше жеңімпаз отбасылармен таныстық. Олардың ішінде бүгінгі жеңімпаз атанған отбасын көрдік. Әрине ол кісілердің өмір жолы біздің отбасымыз үшін үлкен үлгі. Өйткені ол кісілердің өмірде көргені көп. Ең біріншіден, екіншіден жаңа осында да айтылып жатыр, әр салада жұмыс жасап жатқан балалары бар. Біздің де ата-анамыз бізді дәл сондай етіп тәрбиелеуге тырысып жатыр. Отбасымыздың алды университет қабырғасын бітірдік. Өзімнен кейінгі бауырларым дәл қазір әртүрлі салада білімдер алып жатыр. Отбасымыздың кенжелері де өзінің алдына қойған мақсаты мен армандары бар. Жалпы жаман отбасы болмаймыз деп ойлаймын. Ал мерейлі отбасы қатысу. Бүгін мерейлі отбасы болып отырсыз, әрине болмайсыздар. Ал енді мерейлі отбасының Алматы қаласынан шыққан жеңімпаз атану, ол біз үшін де, отбасымыз үшін де үлкен жеңіс. Жаңа Құлсариевтер отбасынан жаңа немересі айтып өтті ғой, енді әжеміздің, атамыздың бізге берген өнеге бір сөздері бар деп, енді сізге отағасы не дейді, папаңыз не дейді, көбінесе. Енді қазір мен ата-анам туралы айтатын болсам. Ертең жетістікке жету үшін не деп тәрбиеледі? Енді бұл кісілер ең алдымен отбасындағы 7 балаға беретін тәрбиесі бұл адалдық. Адалдық. Қай жерде жүрсең де адал болсаң, сенің адалдығың елеусіз қалмайды деп тәрбиелейді бізді. Енді Иманғали, Мұқағали, Сара ханым десек те болады, өнерге жақындау ғой деймін, е? Иә, 5 жастан бастап сахнада жүр. Осы 2 жыл болды, қазір оған биді қостық. Енді сабақтарды жаман емес. Үшемдеріміз не дейді екен біздің? Бүгін мереке ғой, е? Мереке құтты болсын. Қайсы Иманғали, қайсы Мұқағали? Мен Иманғали. Сара. Мен Мұқағали. Жастарың нешеде? 9-да. Өскенде кім боламыз? Архитектор. Мінеке, керемет, керемет. Дәрігер. Мінеке, керемет. Ғарышкер. Мінеке, қандай керемет берілген тәрбие. Тілектеріңізге жетіңіздер. Әумин. Қадыровтар отбасы түгел емес бұл студияда, оларды шақырайық, көрейік, қошеметтейік. Қадыровтар отбасы, келіңіздер. Қошеметтеріңіз. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Үйдің үлкені кім? Үлкені мен. Индира. Иә, өзімнен кейінгі сіңілім Айтолқын. Бізде жаңа айттық, отбасында 7 баламыз деп, бірақ өкінішке орай үлкен інім келе алмай қалды, өйткені ол биыл жаңадан студент атанып жатыр, сабаққа бару керек. Сабақтан қалуға болмайды, дұрыс. Болмайды. Енді сөйлетейік сіңіліңізді. Мерейлі отбасы болған өте керемет. Біз өзіміз қуаныштымыз отбасымызбен.
Біздің осылай мерейлі отбасы атануымыздың барлығы Алланың арқасында. Мерейлі отбасы күнімен бүгін барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Мен тілегім осындай мерейлі отбасылар көп болсын. Әр мерейлі отбасында сіздер сияқты ту көтеретін азаматтар болсын. Рахмет. Ал енді Иманғали, Мұқағали, Сараның өнерін тамашалайық. Келіңіздер ортаға. Шаңырақтарыңыздан құт береке қашпасын. Рахмет, мереке құтты болсын. Үшінші бөлмемізге көшейік. Үшінші бөлмемізде мұнайшылар династиясы. Қош келдіңіздер. Құтты болсын. Ал, бүгінгі алған әсерлеріңізбен бөліссеңіздер. Мұнайлы Астана Атырау өңірінен келіп отырмыз ғой. Атырау елінің ыстық сәлемін қабылдадыңыздар деп айтамын. Енді бұл елбасының қолдауымен жасалып жатқан үлкен шара еліміздің түкпір-түкпіріне мынау келіп барлықтарыңыздың басын қосып отыр. Үлгілі отбасылар келіп кездесіп, мынау жаңа жиылыста бірімізбен танысып, бір-бірімізді біліп, теледидарда көрген бөлек екен, мына бүгінгі кездесуде көрген өте бөлік болып, өте толқудың үстінде отырмыз енді, мынау қуаныштың үстінде. Қанатбаевтар әулетінің Қанатбай деген атамыздан тараған
Есім Үсен деген екі қарт болған. Біреуі Есім деген кісі жаңа шаруашылықпен айналысқанда, Қанатбаев Үсен деген атамыз мұнайшы кәсіппен айналысқан, өндіріске келген. Ата жолын, әке жолын қуып, мұнайшы болып, 16 жасымнан Ембінің Қара Шаңырағы Дастұр деген жерде автокөлік жөндеу деген завод болған. Сол завод мен екеуміз бұлай айтқанда жардай құрдаспыз. 44 жылы мен 27 сәуірде тусам, 44 жылы 29 сәуірде жаңа мен еңбек жолымды бастаған завод құрылып, ашылып, мұнайшыларға еңбек еткен екен. Сол мекемеде әртүрлі жауапты қызметтер атқарып, қоғамдық жұмыстарға араласып, сол мекеменің айналып келгенде бірінші басшысы болып, сол 50 жылдың үстінде еңбек етіп, ал жалпы Қанатбаевтар әулетінің мұнайшылардың еңбек өтілі 5 ғасырда екен. Рас па екен сол? 503 жыл, е? Ең жаңа атамыздан тараған ұрпақтардың еңбек өтілін қосса 8 ғасырда асады еді. 8 ғасырдан асады ма екен? Неге? Маржан ханымға сөз берсем бола ма? Жолдасым мен екеуміздің тағдырымыз бірдей. Бұл кісі де 16 жасында жұмысқа кірді. Мен де 16 жасымда жұмысқа кірдім. Бұл кісі де жаңағы жастай шыққанда, енді білеміз ғой, жастай шыққанда әкеден жас жарымда қалдым дейді. Мен де сол жас жарымда жетпей қалыппын. Біз әкенің тәрбиесін көрмей өстік. Жастық бұлар жаңағы еңбекке араласып жүріп, 3 жылдай жұмыс жасап, мен ученик призировщик болып жасадым. Токар енді призерный станокта. Жаңағы заводта. Қыз бен жігіт болған сені танысамыз ғой. Nije? 16-дасыздар ғой сол кезде. Содан жаңа 16 жасымызда жасап, 19-ға толар-толмаста күйеуге шықтым бұл кісіге. Бұл кісінің жаңа өмір баянымызда қызық болып тұрғаны, енді бұл жалғыз анасы бар кісі ол уақытта әрмей қалмайды ғой. Енді жаңа мен шыққанда бұл кісіні қас қылғанда әрмей қалып кетті. 2 айдан кейін. Неге? 2 айдан кейін әрмей келіп, жас келін болып жаңағы үйде отырдым. 3 жыл енемменен отырдым. Жолдасымды бақтым. Енді енеңізден алған тәрбием өте көп. Жаңағы енемнің бар несі маған тәрбие беруменен. Қыздай қылып ұстады. Осы бар тәрбиені үйретті. 16 жастағы бала ол уақытта жоқшыл уақыт қой. Енді жаңағыдай жоқ уақыттан шыққан. Бірін білсек, бірін білмейміз, тіпті білмейтініміз көп. Сол жаңағы бәрін үйреткен енем. Ал өзіңіз неше келін ұстап отырсыз? 2 келін ұстап отырмын. 4 қыз, 2 ұлым бар. Біз көрмеген дәрежені осы балдар көрсін деп, мынау үлкен елбасының жолдауыменен біз осындай мынандай шараға келгенімізге өте қуаныштымыз. Сол қуанғанымыз бізде осы мына жаңа үлкен кісілер жаңа орын алып жатыр, өте орынды деп есептеймін. Анандай көп баланы тәрбиелеп, өнегелі отбасы, қандай өте қызығып отырмын. Өнеріне де, балдарының. Тек ол кісілер аман болсын. Біздер де сол кісінің жолын ізін қуып келатқан адамбыз ғой, жасымыз 70-тен кетті. Шүкірміз, осы барлық енді мынандай шараға қатысқанымызға бала шағамызбен өте қуаныштымыз. Көп біздің мына жақсы өнегемізді, мен аналық сезіммен айтатыным, кейінгі ұрпақтарға, жастарға, балдарға, келіндерге, мына бізден алып тәрбие өнегелі мерейлі отбасы көп болсын дегім келеді, өнегелі болсын дегім келеді осындай. Енді жаңа балаларыңыз осы жерде дедіңіз, шақырайық студиямызға. Қайдасыздар? Келе қойыңыздар, төрге шығыңыздар. Неке, Қанатбаевтар отбасы. Ата-анамызға тоқталатын болсақ, біздер атамыз бен анамызды өте мақтан тұтамыз. Жаңа айтып жатыр ғой, мұнайшылар семьясы деп. 8 ғасырлық тарихы бар үлкен мұнайшылар семьясы. Қазіргі енді тұрып жатқан жері де елімізге белгілі, бүкіл әлемге белгілі Дастор кенті, алғашқы ақ алтын, қара алтынымыз мұнайдың шыққан жері. Сол мұнайдың шыққан жерінде атамыз бен анамыз екеуі бір мекемеде
50 жылдан артық қызмет атқарған кезде жас слесарь деп айтып жатсыздар, сол қарапайым жұмысшыдан жоғарғы үлкен сол зауыттың басшысына шейін көтеріліп отыр. Анамыз да сол сияқты жас қарапайым жұмысшыдан үлкен лауазымды есепші қызметіне көтеріліп, сол мекемеден зейнеткерлікке шыққан үлгілі отбасы. Сондықтан да біздер бұл кісілерді өте үлкен үлгі тұтамыз. Осындай семьялар көбейе берсін, оларға денсаулық тілеймін. Сіздерге рахмет үлкен. Рахмет. Бізде енді қосатынымыз осы жаңа қыркүйектің 2-ші жексенбісі күні мерейлі отбасы күні деп елбасы айтқандай, сол тағайындаған күнімен шын жүректен барлық қазақстандықтарды, отбасы құрған адамдарды, азаматтарды құттықтаймын. Енді Маңғыстауға да Құлсарифтер әулетіне бізге енді көршілес облыс ата-әжеге қуатты болып отыра берсін. 100 жасасын, семьялар да 100 жасап отыр дей тұрғанмен, үлкен кісілерге қуат берсін деп, сол құтты болсын деймін. Неге рахмет. Көрермендер арасында осы Атырау облысынан келген іріктеу комиссиясына мүше болған Асия ханым. Сізді сөзге тартсақ. Көп рахмет. Біріншіден бүгінгі біздің үй бағдарламасына келіп отырған барлық отбасымызды мерейлі отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді Қанатбаевтар отбасына келетін болсақ, Атырау өлкесі айтылып кеткендей мұнай өлкесі. Қанатбаевтар отбасы Атырау облысына өте танымал отбасы, ұрпақтар сабақтастығын қалыптастырып, әке жолын, ата жолын мирас еткен ұл қыздары еңбек жолында, әке жолын таңдап, мұнай саласында еңбек етіп жүрген ұрпақтары бар. Сондықтан осы отбасына таңдау түсті. Егістері көбейе берсін. Мақат ауданында егістері көбейе берсін, отбасы аман болсын, ұрпақтан ұрпаққа осы дәстүрлерін жалғастырып жүре берсін деген тілек білдіреміз. Шүкір. Рахмет. Жеңіс ағамыздың қосары бар екен? Балаларыма рахмет айтқым келеді. Бір әкесі мен анасының берген тәрбиесін бұлжытпай орындап, адалдықпен, еңбекқорлықпен, тәртіппен, мына осындай дәулетке жеткізіп отқан. Балдарыма рахмет айтқым келеді. Осындай балдар өсе берсін, ұрпақтарымыз, елбасымның іргесі нығайып, мәңгілік ел болайық деген тілегім бар. Ұрпағыңыз өзіңіз сияқты елеулі, құрметті азамат бола берсін. Тілектеспіз. Рахмет. Мереке құтты болсын. Біздің үйде бүгін қонақ көп. Келесі әулет, сонау Павлодар облысынан келген Әмреновтер отбасы. Кеншілер отбасы дейік тағы да. Енді сіздің бүгінгі киімдеріңізге қарағанда кеншілер деп айту қиын. Өнерге жақындаусыздар ғой, Өнерімізде бар. Өнеріңізде бар ғой, Біз Екібас қаласы Шығыс кенішінен келдік. Негізгі мамандығым сол кенішінде жұмыс. Өзімен бірге 2 балам, 2 ұлым, 2 қызым, күйеу балам, 2 күйеу балам бірге жұмыс істейді. Жалпы Шығыс ішіндегі отбасымыздың жалпы неміз 120 жылдай болып қалды. Тату тәтті отбасының құпиясы неде? Тату тәттің болудың құпиясы осы жанұядағы 2 кісіден, мына мен жолдасым Қарашаш, екеуміз 6 бала тәрбиелеп өсірдік. 6 баламыздан 6 немереміз бар. Ақын жасап жатқан. Қошеметтеп жүрейік. Осы балаларының артынан ізімді басып жұмыс істегеніне өзім қуаныштымын. Біз әлгі облыстық мерей отбасына қатысып бірінші орынны гран-приді жариялап жатқанда біздің отбасымызға тағы бір осы ұлымнан кішкентай немере көрдік. Бау беріп болсын. Оны ойланбастан атын Мерей қойдық тойымызға. Қатты болсын. Бүгін міне осылай Павлодар облысынан республикаға келіп отырмыз.
Бүгін соның әкесінің туған күні, Ерқанаттың туған күні. Марапаттау кезінде сіздер сахнаға шыққан кезде осы киімдеріңізбен бүкіл отырған көрермендер риза болды. Сіздерді қошеметтегенде бір ерекше сезімде мен болдым өзім. Ал сіздер қандай әсер алдыңыздар? Осының бәріне себепші болған мына жолдасым Қарашаш, осылай... Отанасының идеясы ғой сонда, осында киім киіп шығу. Отанасына сөз берейікті, сізге қарап отыра береді. Бізде бармыз мұнда? Бақыттан басымыз айналып айтатын сөзі де қашып кететін сияқты аузымыздан. Айтатын сөз көп сияқты, бірақ толқағанда не айтарың болмай қалатын сияқты. Киімдеріңізге қатысты онда сұрақ қояйық. Бұл идея қайдан келді сізге? Идея дегенде енді мен осы бар 20 жылдық уақытымды осы балаларыма арнап, балалар мектепте қандай неге шараға қатысса, өзіңіз тігесіз ғой солармен бірге, өзім тігем. Өзім тігем, сосын шамалы... Бүкіл киімді өзіңіз тіктіңіз ғой? Шамалы өлең жазатыным бар, осы қандай неге қатысса да, балалармен бірге. Сол өлеңнен тыңдайық та біз. Көйлектеріңізді көрдік. Осы арнайы неге қатысқанға арнайы жазған шамалы неміз бар, соны бір ауыз ғана айтсақ. Елбасымыз болмаса, біздер тойға келермек, мерейлі той төрінде сайран салып жүрермек. Бақытымыз келгенге шаттық берсін өмірге, бізден сізге көп тілек, ғұмыры берсін өмірде. Отбасы тойы, отбасы тойы, отбасы тойы, отбасы тойы, отбасы тойы жасасын, отбасы тойы жасасын. Неке керемет, бәрекелді. Осындай көз қызарлық, әп-әдемі, тату-тәтті отбасы бола беріңіздер деп айтпақшымын. Рахмет. Мереке құтты болсын. Осындай үлкен мерекеге қатысқанымызға ең алдымен елбасымызға алғысымызды білдіріміз келеді. Одан кейін ата-анама осындай үлкен отбасының баласы болғанына мен өзім мақтанамын, қуаныштымын, үйдің кенжесімін. Осы барлық кеншілерге бір дәргеріміз болсын деп, бұл қызымызды Қарағанды медакадемиясында, мед университетінде оқып жатыр, 2-ші курста. Бізге де бір емші. Салтанат ханым, енді бүгін келіп отырған, біздің студиямызға келіп отырған отбасыларға қарағанда әр өңірден мерейлі отбасылар жиналып отыр ғой. Біздің көзіміз тойып отыр. Сонда комиссия мүшелерінің еңбегін елемеу енді дұрыс болмас біз жағынан. Сізге де алғысымыз шексіз. Рахмет. Енді мен де қуанышым қойныма сыймай тасып отырмын, өйткені бүгін қарап отырсаң, сонау енді бүкіл Қазақстанның өңірлерінен келген отбасылар осы студияда біраз жиналды. Біздің үйде бүкіл Қазақстан жиналды десем де болады. Осы отбасылардың, мерейлі отбасылардың биылғы жылғы көшбасшысы болып отырған енді міне Орын ағамызбенен Құндыз апамыз бастаған осы бүгінгі көш өте тамаша. Және де бәріне байқап отырғаным, барлық отбасылар бір-біріне ұқсас. Өйткені олар қаншама бала дүниеге алып келген, оларды керемет еңбекпен тәрбиелеген. Шында да қарап отырсаңыз, педагогика ғылымының докторы деп айтуға болады, ұлағатты ұстаздар деп айтуға болады. Және де мерейлі отбасы деген ол тек қана үлгілі отбасы емес, ол мейірімді отбасы. Осы отағалар мен отаналардың түріне қарап отырып, мен соны көріп отырмын. Өйткені соншалықты бір мейіріммен балаларын төгіп, соны тәрбиелеп, ол үлкен еңбек қой. Отбасыларыңызға айтқымыз келетіні, отбасылық бақыттарыңыз молая берсін дегіміз келеді. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Үшінші бөлмемізде Сырым Батырдың Қадыр ақынның елінен келген Кенжебаевтар отбасы. Қошеметтеріңіз. Маңғыстаудан келген мынау Орын атамыздың бүгінгі байқауда мынау бірінші орын алған баршамызда біз орынды деп тілектес болып отырық атамызға. Жеңіс құтты болсын. Бағана сайыс басталмастан бұрын әзілшін аралас мынау амандасып келіп айтқам. Байқаудағы мынау ең жасы үлкен сіз екен. Отбасылардың ішіндегі ең жасы мен екем, екеуміздің біреуімізге бұйыратын шығар деп атамызға бұйырды, қуаныштымыз. Енді өзіміз жаңа айтып жатсыз, Батыс Қазақстан облысы, сол Сырым ауданының Қосарал деген ауылында, сол жерде өзім мәдениет қызметкерімін.
жолдасым бастауыш сынып мұғалімі, жоғарғы санатты ұстаз. Енді құрттай әрден қозғайтын болсақ, менің атам Кенжебай жылқы бағып жүріп, соғысқа кеткен кезде менің әкем 8 жаста екен, 42-ші жылы. Сол жылы мынау атамыз 2 кемпір алған, кіші әжеміздің бауырында, сол атамыздың құрығын әжеміз ұстап қалған екен, Бәтима деген кемпірі. Бертін келе өзімізде сол 9 ағайындымыз, мен 6-шымын үйде. Бертін келе сол орта мектепті Орал қаласында 11-ші мектептен аяқтап, оқуға, жоғарғы оқу орнына жолым бола алмай, сол елге келіп еңбек еттік. Әке-шешеміздің өткені айтқаны сол еңбек етсең ерінбей деп айтты ғой енді. Қоятқаны тіленбей деп. Сол елге келіп қайтадан еңбек етіп, мынау көмекші шопаннан бастап, жаңағы сол әкеміздің жолына түсіп, 1-2 жыл жылқыда бақтық. Сөйтіп жүргенде мынау осы өзіміздің батыс өңірінің тумасы Мұрат Каримуллин деген ағамыз, енді өнерге қатысы бар адамдардың баршасы да біледі ол кісіні деп ойлаймын. Күйші, жаңағы ол кісі жыршы, жаңағы термеші. Сол кісі келіп 89 жылы ел ішінен біз таланттарды іздейміз деген бір байқау өткізіп, сол байқауда Бағымжан терме номинациясы бойынша 3-ші орын алып, сол өнердегі адамдардың көзіне түсіп, содан қазір өнер саласында қызмет жасап келе жатқан жағдайымыз бар. Енді біз қазір осы жерде менің 4 қызым бар өзімнің, 3 ұлым бар тап осы жерде. 2 күйеуі бар, 2 келінім отыр. Отанасынан сұрайық, неше жасыңызда әже болып атандыңыз? Мен 20 жасымда осы Кенжебаевтар әулетіне келін болып түстім. 5 сәбиді дүниеге келдім. 2 сәбиді қамқорлыққа алып, 90 жылда қайнаған мен ағасымның дүние салуына байланысты 2-4 жастағы және 6 жастағы сәбилерін қамқорлыққа алып бақтым. Осы сәбилерімнен қазір 7 немере, 2 жиен сүйіп, бақытты ана болып отырмын. Енді мынау отбасы құндылығы, өзім ойлаймын, татулық, бірлік, ынтымақтастық. Осы Астанаға келудің өзіне біз ынтымақтықпен, бірлікпен, татулықпен аман есен жеттік. Мен осы мерейлі отбасынан шыққаннан кейін өзім осы бала-шағама біздер бүгін ең қуанышты күн отбасымыз үшін. Бүгін ертең біз осы үлкен Астана қаласы Астанада демаламыз деп аралаймыз, көреміз деп. Жаңағы жақсы демалыс жасаймыз. Әркім өз отбасыларыңызға өздеріңіз жақсылық, өздеріңіз қуаныш сыйлаңдар, бәріміз біргеміз деп айттым. Неке, бәрі келді. Орнатамыз жайлы баспасөзден де, жалпы оқып, болмаса телерадио хабарлардан барынан да хабардармын бұл іс жайлы. Бұл кісінің 70-тен асып, университеттің аудиториясына кіріп партаға отырғанның өзі маған мотивация болды. Былайғаша айтқанда, содан кейін барып мен қазір студент атандым менде. Қазір мен де оқып отырмын, бұрын білімім жоқ еді. Осы кісіден кейін барып мен мотивация алып жаңағы. Сондықтан енді осы Маңғыстаудан шыққан Сабыр Адай деген ақын ағамыз бар, сол айтады, әр қазақ менің жалғызым дейді жаңағы. Сол сияқты енді барлығымызда бір-бірімізді сол тілеуші, тілеулес болып, қамқоршы болып, содан кейін мынау мерейлі отбасы байқауы жалпы қоғамға мен өзім ойлаймын, нағыз дер шағында келді деп. Сарапшылар арасында Шынар ханым Батыс Қазақстан облысынан келіп отыр, сізге сөз. Биылғы жылы осы біздің ауданымыз бойынша Кенжебаевтар отбасы іріктеліп, 103 отбасы сарапқа түсіп, соның 26 отбасының ішінен оза шауып тұр. Негізінен енді сол комиссияның құрамында бұл кісілерді іріктеуде қоғамдық ұйым өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, зиялы қауым өкілдері осы отбасыларды сараптап, осы мерейлі отбасы байқауына жолдама берген болатын. Кенжебаевтар отбасылық ансамблі бұлар. Сондықтан біз бұлармен қай уақытта да мақтанамыз. Біздің қазақта айтады, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған дейді. Сондықтан осындай 2 жаңағы бауырын тәрбиелеп, оларды өсіріп, бүгінгі уақытта олар бақытты отбасы. Енді ұлдарыңызға сөз берейік. Ата-анамыздан осы күнге дейін өте үлкен тәрбие көрдік. Әрдайым еңбек, оқу, жақсы тәрбиенің бәрін осы семьядан көрдім, жанұядан. Өзіңіз қанша бала тәрбиелеп отырсыз? 5 бала, қазіргінде 5 бала тәрбиелеп отырмын. Неке, тай. Қайман, Шолпан, қош келдіңіздер. Қалай, Астана ұнайды ма? Иә. Алғашқы мәрте ма келулеріңіз?
Иә. Қандай екен Астана? Жақсы. Аралап көрдіңіздер ма? Үлгердіңіз, бәйтерекке бардыңыздар ма? Ертең барамын. Ертең? Ертең бәйтерекке барады екен сіздер. Қандай тілек тілейсің? Сабағымды 5-ке бітірсем деймін. Мерейлі отбасының жеңімпаздары болсам деймін. Визян. Аумин. Айтқаның келсін. Көрермендерді мерейлі отбасына байқауына қатысушыларды жанұя күнімен біріншіден құттықтаймыз. Біздің үй бағдарламасының ұйымдастырушыларына қонақ болып кетіңіз деп шақырып атқандарыңызға мың алғыс. Әке-шешеміздің бізге берген тәрбиесі тек үлкенге құрмет, кішіге ізет, қамқорлық. Мерейлі, бақытты отбасы болыңыздар. Мереке құтты болсын. Ал енді өнерлі адамға қара сөзден өлең жақын дейді ғой. Сізді сөйлете берсек те болмайды. Енді өнерлеріңізді көрейік бәріміз. Халықтың әні қазынам дейді, халық әні сары жез құмғанай қабылдаңыздар. Біздің ауыл сұрасан бет тұрғандай ай, қайың ағаш майысар жет тұрғандай ай, күнмен айын басқаның не қылайын ай, балшырықтай бұралып сен тұрғандай ай, саржез құман ай, отта тұрған ай, айналайын көзімнен ашық жұмған ай, бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, біздің үйге қонақ болып кеп жатқаным ай. Өнер деген немене, өнер базадай, өнер тұрмас бір түйір ақыл азадай. Қазағымның өнерін біз салайық ай, қол соғайық ағайын ақымызда да. Отбасының қоғамдағы алар беделін анықтауда мерейлі отбасы ұлттық байқауының маңызы зор екендігіне бүгін өздеріңіз де көз жеткіздіңіздер. Бізде берекелі, мерекелі, шаңырағы биік, түтіні түзу отбасылар жетерлік. Ендеше сол отбасыларымыздың қуанышы ортаймасын, еліне еңбегі сіңсін. Ең бастысы біздің үйдің бірлігі арта берсін. Аман сау болыңыздар.